шуақты күнде. Асыл тастың сынығындай жанар қыз, өткен күнге сағынышпен қарармыз. Жүрек мұңы күлге айналар сәті бар, бақилыққа бізде бір күн барармыз. Ақ қағазда ашылмаған тынысың, ақ жайықтың толқынында демінде, тағдырдың да хатал екен нәрсі, гүлдей солды сен ұрлаған өмірде. Осы бір өлең жолдарымен көңілдерін жұбата, жанар қызды 20 жыл күткен әке мен ана үміті әлі де үзілер емес. Жоқтағанға үміт, жоғалғанға зүк болған 20 көктем мен қоңыр қыз көлеңкесіндегі азапты күндер мен түндер қасіреті тіпті де сөнбейді екен. Жанарсыз өтетін тағы бір қыс келіп жетіп, ақ ұлпасын төгіп тұр. Жүректі жүдеткен жанарсыз жоғалып қалардай, ақ жайық жағасына тағы келіп тұрмыз. Мұз үстінде кәнки теуіп, алаңсыз сайран салған қыздар легі көрін. Әне бір құлап тұрып алға сыққан қара торы қыз біздің Жанаржанға тым ұқсап кетті ме қалай? Бұл дүниеде адамдар бір-біріне қандай ұқсас келетін бүгін ғана ұғынғандаймыз. Әлде бұл тура 17-дегі алдағы күндеріне жеделдете асыққан қара қызымның сөнбес бейне елесі ме? Осындай ой жетегіне еріп, қашанда жанымызға ыстық, асау өзен ақ жайықтан, бүгін тұңғыш рет теріс айнал. Құлағымызға қыс ішінде шулаған шағалалар дыбысы естілді. Адам баласының маңдайына жазылған ала-құла дүние-ай. 1978 жылдың 12 қарашасында дүниеге келген жалғыз қыз қосағасының артынан ерген жалғыз бәйшешегіміз еді. Ақ бантик тағып, балауса қызға айналған соң өзінің қыз қылықты тәттілігімен бәрімізді жадырата түсті. Қаламыздағы Калинин орта мектебінің озат оқушысы, өнерлі шәкірті бола жүріп, сол кездегі шаңырағымыздағы ата әжесі, нағашы әжесі сынды 3 қарияның бағбаны болып, өлшеусіз батал. Көршілес балаларды жинап алып, ойын-сауық ұйымдастыру, қыста мұз үстінде коньки тебу, би үйірмесіне қатынасып, би өнерін меңгеру Жанаржанның басты хоббиіне айналды. Бір күні Жанар үйге жадырай еніп, Әке, мен біздің үйдің алдына тал отырғыздым. Кешеден бері үйден су тасып суарып жүрмін. Ол менің ғана талым болады. Ертең өзімен бірге алып бол биіктейді. Ертең ақ менің жасыл ағашымның еңселі биіктегенін, менің де бой жеткен күндерімді көресіңдер. Бәрі ертең ақ, әке. Сол талы жапырағын жая көз тарта бір жарып өсе берді. Ал Жанаргүлдің бой жеткенін, қаламыздағы нөмірі 1-ші алғашқы мектеп гимназиясының соңғы қоңырау кешкі бал мерекесінде байқадық. Сыныптас достары мен құрбылар арасында сынадай ғып сыпайы сөйлеген сөздері, шыр айнала билеген билер арқылы Жанарқыз жалын болып жанды, аққу құстың сұлу бейнесіндей алаулады. Я хочу выразить огромную благодарность всем нашим
нас вдруг подавали у нас. Я очень вас люблю. О Алла, тіл көзден сақтағайсың. Бәрі ұзағынан болсын, құлынтайым менің. Сол сәтте есіме Ақштап ақынның бір шумақ жыры да оралып үлгерді. Құлыным-ай, мамаңа қиын бұл күн, ал біреуге сен дейді сүю бір мұң. Саған қарап мен әйел бақытының ана болу екенін бүгін білдім. Жайдары жаз келгенінде сүйкімді сұлуымыз бізді тағы бір қуаныш шағына бөледі. Ол Атырау педагогикалық институтының студент атанды. Қызымызға бақ пен болашақ тілеген жарқын күндеріміз алаңсыз жалғасып жатты. Кенет күреңгізбен бірге жанаржанның көңіл серпіні солып, көз жанарында тұманды мұң енгенін байқадық. Ата-аналық жүрегімізге сыза түсіп, аурухана кереуетінен өмір іздеген қара қызымызға қарай сабыла қылдық. Көркіне ақылы сай, арманды аруымыздың екі аяғын тең басып, құрбылармен қатар жүрген күндерін көрелікші деп, бір Алла алдындағы тәубалы сөзімізді сан мәрте қайталадық. Бірде палатасына енгенімізде радиодан өкініштің ызғары басым бір әні айтылып жатты. Ән аяқталған бойда жанары жасқа малынған жанар әкесі мойнына соңғы рет қолын созды. Дауысы дірілдей: жүрген едім жандай құр, таңдайымнан тамбай сыр, өзім еккен жалғыз тал, ұмытпай бір қорғай жүр. Ернін тістеп көзін жұмды, қиналсын жасырып, жүзіндегі нұрлы сәуле қайда кетті асығып. Бәлкім аппақ періштенің қанатымен көкке ұшты, жүрегінен арман әні шашылып. 1996 23 ақпанды, жердің бетін қалың аққар басқанды, аппақ қармен асығып сен кеттің де, аппақ қарға моншақ жастамды. Он жетісінің қызығына тоймаған қыз ғұмыры осылайша үзіліп түсті. Жетпеймін деген жоғым мен жеткізбей кетті сан арман деп, өмірінен ерте түңілген Айбергеновтың азалы сөзін жап-жас Жанаржанда ерте қайталағаны жүрегімізді мазалады. Адам жылап өледі, өзгелерді жылатып деген сөздің парқын ұмытып, өзімізді қаумалаған қалың елдің сабырлы сөзімен санамызды сергітті. Жақында Бұраңбел бойжеткен қызымыздың өз қолымен жазып қалдырған өмір жолы да үзік-үзік ғұмыр жолына қайта үңілді. Мен Махашева Жанар Нұрпейіс қызы 1978 жылы
12 қарашада Гурьев қаласында дүниеге келдім. 1985 жылы қаладағы Калинин атындағы орта мектептің 1 сыныбына барып, 1995 жылы нөмірі 1 мамандандырылған техникалық мектеп гимназиясын бітіріп шықтым. Қазірде Атырау педагогикалық институты шет тілдер факультеті 1 курс студентімін. Біз үшін қазіргі алданыш Жанаржанның үнсіз бейнесі мен осы бір сарғайған көне дәптер парағы. Өзі еккен сол бір сәмбі талда сәнін жоғалтып суалып тұр. Табиғат сұлулығы да сүйкімді қыздың аялы алақанына мейірім мерейіне зәру боп еңкілдеп тұрғандай. Сағыныш сырын, мейірім жырын, жаныма қидың күрсін сең, көктемнің гүлін ұсынып бүгін, түсіме еніп жүрсің сен.